көп сөйлеуден арылудың әдісінің біреуі зікір айтуды әдеттеніңіз да, соны іштен зікір етуді көп әдеттеніңіз, яғни мименен тоқтамай зікір етуді үйреніңіз. Содан кейін сол зікірді көп айтқаннан кейін 1000 рет білген зікір деген сөз ла иляха иллаллах, субханаллах, альхамдулилlah, астағфируллах, салауат, соның бәрі білгеніңіз. Соның бәрі сізге ішкі ойыңызды және сөйлетіп тұрған нәрсені жеңуді үйретеді. Ол бір. Екіншіден, екінші баспалдақ осы зікірден кейінгі үндемей отыруды әдеттеніңіз. Яғни 1 минут үндемеймін. Тек зікір етемін. 2 минут зікір етемін. 3 минут зікір етемін деп, осы уақытты көбейтіп, жарты сағат, 1 сағатқа шейін апарсаңыз үндемеуді. Осының өзі үлкен жеңіс болады. Үшінші баспалдақ әлбетте білім керек. Тіліңізді тек қана пайдалы нәрсеге жұмсауға, соның бәрін, бұл да көркем әдет.